сілек оқушылар отырады, және де бергі төменгі үстелге құрметті ата-аналар отырады дейді. Дастарханға жайғасып, тойымызды бастайық қанкей. Қанені бір кісі дайындалып келі. Самый нам тоже. Саған көмек болып қалған мен ойымын. Жиналыңыздар ғой. Қосылатын кісілер бар ма, жоқ па кәнекей? Әлемі құрметті тойдымандары, құрметті біздің қас түлектер, бүгінгі қадамдарыңыз құтты болсын деп, бір ауыздан үлкен шолақтар қарсы алып қойыңыздар. Той бастап домбырамды қол қалайын, ән шырқап домбырамды мен қалайын, қоңырнас күтілген қас түлектімді біз құлдаған қанекей ағайын қол соғайын деп, қоңыр шырақтың құлынан не соға шырақтар. Той қылып дастарханды жайғызды. Ана құт
Al құрметті оқушылар, түлектер, бағана анау ата-аналар ұстаздар мектептің үлкен анау ғимаратында сөз сөйлей алмай өзім қаншама сіздер отырдыңыздар, балалар отырды, енді өзі ойымды айта алмай түрлі қимастық бар деген ойланып дегендей әртүрлі жағдайда күй кештім. Ал енді 1 минут мынау тостың бірінші бергені қиын екен, сосын соңғы сөйлегені қиын екен. Кішкене тамаққа барлығы шаршаған, балалар да шаршаған, ата-аналар да тыңдайтын түрі жоқ. Билдаларымыз қимылдап, өздері тыңдамасыздар, мен онда түк айтпаймын. Жақсылап тыңдасаңыздар айтамын. 22 бала, 4 мұғалім, 22 ата-ана. 18. Ал құрметті балапандар, міне біздің мектебімізде жылмаңыз сендер сияқты түлектер шығып жатады. Сендердің бір ерекшеліктерің әрбір сыныптан қарап отырсам, бағана 3 сыныптан 1-ден 11-ге дейін бітірген әрбір класста бір 10 баладан бар екен. Ендеше мен сендермен бірге 11 жыл бірге болып, 11 жылда есейіппін. Біз 11 жылдан алдында қандай болғанымызды елестетейік. Мына орынтайлар кішкентай кезінде өзінің сыныбындағы беттасы отличница болып, орынтай деп жүрген. Оның ағасы болған, ол бір әнші болған. Енді өзімнің білетінім, есімде қалғаны, осы ең кішкентай кезден біліп жүрген оқушым. Ал енді ол кісілердің мына жерде ата-аналары отыр. Былтырғы ғана бітірген түлектерімнің ата-анасы отыр, мысалы Жанардың мамасы отыр екен ана жерде, өзі білетін. Одан кейін жаңағы сол оқушының мамасы міне кенжем деп отыр. Біреуіңіздің үлкендеріңіз, біреулеріңіздің кішілеріңіз, біреулеріңіздің тұңғыштарыңыз. Енді бір керемет дүние, біздің ата-аналардың ішінде папалар өте аз болады. Бүгін өзі осы бүкіл 18 ата-ананың ішінде 3 папаны көргенге өзім қуанып тұр. Қазақтың балаларында да папа бар екен ғой деген сияқты болды. Анекдот өзі. Енді бағана жақсы сіздерге бір айтайын деген бір ойым болып еді, сол ойымды жинақтайын. Құрметті мына жерде отырған жас әдемі ата-аналар, сіздердің жастықтарының куәсі болған, қуаныштарыңыздың тұрағы болған, ұланыстарыңыздың бұлағы болған, мерекелеріңіздің құрағы болған, мейірімдеріңіздің шырағы болған, сабырлықтеріңіздің сыңары болған, пәктігінің шынары болған, туырлықтарыңыздың тұмары болған, үлгілеріңіз, бүлдіршіндеріңіз, балалық шақты аттап бүгін мектептің ең соңғы қоңырауын да аяқтап, кәмелеттік куәлікті бүгін қолына алып шықты. Мен сіздерді бүгін қуаныштарыңа ортақпын. Құрметті балапандар, бағана автобуста келе жатқанда сендермен ән айттық. Біз бірінші сыныпта оқыған мұғалімдерімді білесіңдер, үйреткен әнім білемдер. Бір уақытта осы ғимараттың жанына келіп қошақанымды айтқан кезде сол түгеліміз осыған кетті. Ендеше балаларының бабаларымыз керемет жаугер, керемет бабаларымыз керемет болған, сіздер тамақ ішін деп айтып жатырмын. Сонда мынау тарихтан көп білесіздер ғой. Шыңғыс хан деген әлемді жаулаған керемет қолбасшы 6 өсиет қалдырған екен. Сол 6 өсиеттің бірінші өсиетінде өзің дүниеге келгеннен кейін өзіңе қажетті дүниенің барлығын қабылдап ал деген екен. Үшінші, төртінші өсиетін айтпай, бесінші өсиетте айтқан екен. Момындардың арасында мол болмаған қошақандай бол депті. Ал шайқасқа шыққанда 47 ай тиетін қыран бүркіттей бол депті. Енді менде сендердің шайқастарың, өмір шайқасы, ол сендердің оқу бітіргеннен кейінгі алдағы өмірлерде кездесетін қиындықтарыңды айтамын. Сонда бәрін іліп кететін қыран бүркіттей болыңдар, қанаттарың талмасын. Әр уақытта ата-аналарының сүйіктісі болып, ұстаздарыңды, мектептеріңді ұмытпаңдар. 10 жыл көп пе, аз бе десем, мен айтарым аз де. Мен сендер бірінші классына келгендеріңді білем, сосын енді бүгін ғана сендердің 10 жыл бітіргендеріңді ғана біліп тұрмын. Енді мен шалағым айттым, қартайдым ба білмеймін, шаршадым ба, бір сөзімді екі айтып, қайталап бір түрді өзім толқынысына қалам деп. Соны ана сахнаға шыққанда дағында осыны айтайын деп, соның бәрі естен шығады. Ендеше сендер 10 жыл болып,
оқып бітірді деп қуанып отырсыңдар. Мен 10 жылда бұл деген картайды деп бір түрлі болып тұрмын. Бірақ та біз ешқашан картаймаймыз. Өйткені сіздер біздердің жастығымызсыңдар. Сіздер біздің жастығымыздың куәсісіңдер. Сендерден кейінгі келетін бөпелер, балапандар туып келе береді ғой бізге. Біз солармен тағы 10 жылда мен осылай тұрамын ба деп қауіпті тұрмыз. Тағы осылай тұратын шығармын, осы кофтамды киіп алып, мақтарағымыз. Әр уақытта жақсы болайық. Құрметті ата-аналар, үйлеріңізде той болсын. Мен сіздердің қуаныштарыңызға ортақпын. Балаларыңызды мен бағана сахнадан қарап тұрсам, қандай сұлу, қыздарымыз қандай әдемі. Қыздарымыз көрікті, ұлдарымыз қымбатты, инабатты, әрбір сөзінде, өздерінде бір деген қуаныш сыйлайтын балаларсыздар. Балалар, сендер әр уақытта осындай әдемі қалыптарыңмен таймай, сіз біздесіп, сіз ескенше, біз ескенше, жақсы осындай үлкен сендердің тойларында кездескенше. Құрметті ұстаз, сіздің бір музыкалық сәлеміңіз қалай болады екен? Ой, айтсаңыз. Ұстазыңыздың мына құрметіне ән тыңдай отырыңыздар, алып отырыңыздар қате. Тамақтан алып отырып, музыка тыңдап отырыңыздар. Байы қызында деп ал енді ең қатты мектептің студенттер бүгінгі қызықта, бүгінгі қуанышта бәрі сіздердікі. Өзіңізден алып жатыр. 11 жыл бойына мектеп қабырғасында оқып, қаншама балалық шақтарының қызықты да қимас кезеңдер мектепте өткіздіңдер. Бүгінгі күні көңілді дастарханда отырғанмен әйткенмен де өз сіздермен қоштасып отырмыз. Бұдан кейін сіздер біз үшін үлкен азамат кейін азаматша боласыздар. Біз бүгіннен бастап сіздерді өздеріңізбен тең адам ретінде қабылдап отырмыз дегім келеді. Кешегі күні сіздер біз үшін шәкірт едіңіздер. Бүгінгі күні міне сырлас дос, дастархандас, дос деймізге де болады. Енді міне осы жаңадан аттанып тұрған өмірдің елеулі де ерекше басталарына бас отырған қадамдарын құт береке, жақсылық тілеймін. Өмірлерің айқын болсын. Мен өзім ойлаймын биологиялар біздің 11-ші әрсінің түлектері бұл ерекше түлектер. Басқасын айтпасам да мен мысалы 11-ші сынып туралы, жалпы мектеп туралы мәліметтер жазып отырғанда осы класстың балалары көп салалы гуманитарлық университетте тарихтан 1-ші, 2-ші, 3-ші орын олимпиаданың осы бір ғана дәлел арқылы біздің оқушыларымыздың сондай бір білімді, сондай бір ерекше дарынды азаматтар екенін көруімізге болады. Енді қазір заман қиындады, әртүрлі жағдайды өз басымыздан кешіп жатырмыз.
сабағында тұрмайсың, мен саған бір сұрақ қояйын, историядан деп. Қойыңыз мұғалімді айтады дейді. Айналайын мен саған 5 қояр, бір сұраққа жауап берсін айтады дейді. Қойсаң қойыңызшы мұғалім деп. Айналайын, рейхстагты кім алды деп айтады дейді. Мұғалім мен алған жоқпын деп айтады дейді. Сен алған ғой, сен бір жыл оқыттың, 10 жыл оқыттың ғой мен. Қалай рейхстагты кім алғанын білмейді. Қалай білмейсің десең, мұғалім мен алған жоқпын ғой, мен алсам қайдан қойды деп. Сөйтіп тұрып мұғалім ренжиді, айналайын, 10 жыл, 11 жыл оқыттың ғой. Бұны не істейін енді? Жүр ата-анаңа барайық деп ата-анасы алып келіп дейді. Содан мен тұрып айтады дейді. Ата-анасы әкесі мынауыңыз мұғалім мені. Бәленбай жыл оқыттым, мына оқушым рейхстагты кім алды десем айтпай тұр. Мына балаңыздан естісі білген десе, әкесі отырып айтады дейді, балам-ау, рейхстагты алсам қайтесің оны, бері сатай жүрсің. Содан тұрып мұғалім ренжиді, мынау әкесің ғой, мынандай баласы, мынандай қайда алдың, жүріңдер школ директорына барайын.